әдістемесі пәні бойынша дәріс тыңдадыңыздар. Енді біз практикалық сабақтарда осы дәрісте берілген теориялық материалдарды практикалық тұрғыда игереміз. Ол дегеніміз 6 сыныптан бастап жоғары сыныптардың барлығына қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі бойынша, мынау мектептерге жазылған қазақ тілі мен әдебиетін оқулығы бойынша әрбір тақырыпты жеке-жеке талдап, мынау білім берудің заманауи технологияларын пайдаланып, дәстүрлі әдістерді пайдаланып, осы оңтайлы әдістер арқылы берілген тақырыптарды 10 минут немесе 15 минут көлемінде өтіп, сосын соны ары қарай талдаймыз. Бүгін бізде қазақ тілі әдебиеті пәні бойынша 6 сыныпта Оралхан Бөкейдің «Апамның астауы» атты тақырыбында сабақ жүргізгелі тұр. Сабақ жүргізетін Алуа ары қарай сұрақтар қоямыз, соның сұрақтарға жауап беру арқылы ары қарай өзіміздің білімімізді жетілдіре түсеміз. Алуа, бастай берейін алайын. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз айтып өткендей «Апамның астауы» Оралхан Бөкейдің «Апамның астауы» шығармасын бүгін талдап, және сұрақтарға жауап беретін боламыз. Және бүгінгі сабағымыз тартысты және де көңілді өтеді деген үлкен сенімдемін. Және де көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Енді ең алдымен Оралхан Бөкей кім? Осы сұраққа жауап берсеңіздер. Иә, керемет. Дұрыс айтасыздар, қандай шығармасын білесіздер? Керемет. Дұрыс айтасыздар. Керемет, жақсы. Жерде жазылып тұр, иә? Иә, апамның астауы. Және де енді видеоға тыңдалым мәтіні болғандықтан зер салып тыңдап, құлақтарыңызды қойып тыңдап, және де мәтінге баса назар аударсаңыздар, және де сол бойынша сұрақтар қойылатын болады. Ол кезде мен бала едім, апам жастау еді. Әке шешеміз мал соңында жүретін, айында жылында ғана болмаса, бет жүзін үнемі көре бермейтінбіз. Соғыстан кейінгі жылдарда есін жиып, езілген еңсесі көтеріле бастаған елдің берекелі де бейбіт тірлігі, жар жағасында отырған жалғыз үй, әрине бізге де ортақ. Қос бөлмелі шатырланбаған тоқыл ағаш тамның маңайы қысы-жазы айғайлаған балалардың базарына айналады. Біздің үйден тас лақтырым жерден арқырап ағып жатыр ағыны қатта бұрқырама жаз шыға суға шомылған, қыста сырғанақ тепкен баланың жер көкті шар құрып, шарласа таба алмас қызыққа толы мекен еді. Тоңып қатқан пимасын, сүңгіле су болған көйлек дамбалын біздің үйге келіп кептіретін. Сонда апам менің ғана емес, мұқым ауыл балаларының абзал анасы сықылданатын. Жақсы, тыңдаңыздар. Енді сұрақтарға жауап берсеңіздер. Бірінші сұрақ, бірінші топқа қойылады. Әңгімеде қай кезең суреттелген? Иә, оны қалай дәлелдейсіздер? Ақырап жатқан өзен балалармен суға шомылады. Жақсы, керемет. Жауап бере беріңіз, жақсы. Жақсы, және тағы да қандай мезгілде суреттелген? Сырғанақ деп өтті ғой, сол кезде керемет, жарайсыздар. Келесі екінші топқа қойылатын сұрақ. Әңгімені кім айтып отыр? Әңгіме кімнің артынан байлап отыр? Көмектесеңіз өзіңіз. Авторлар аты, иә? Бірінші керемет. Үшінші топқа қойылатын сұрақ. Бала кейіпкер неліктен апасын ауыл балаларының абзал анасына теңеді? Себебі бұл жерде кейіпкердің, яғни Оралханның өзінің достарының әжесі оның дамбалдарын, яғни іш киімдерін кептіріп, ауыл балаларының анасына теңеген. Керемет, және тағы да Суға түскен киімдерін. Тек қана сол оқиға ма? Айналасында бүкіл ауылдың балалары ойнап жүргендіктен, сол балаларға апасы ретінде болып кеткен. Жақсы, жақсы жауап беріңіздер. Келесі тапсырма. Баламасын табыңыздар, яғни мәтінде кездескен сөздер, осы сөздерге балама болуға, мысалы жақын жерде, үнемі, тыным таппай іздеу сияқты, үйдің жаны деген сөздерге мәтін ішінен балама табыңыздар. Оқулықта берілген жағдайлар бұның барлығы. 6 сынып оқулығында. Иә, бірінші жақын жерде дегенге. Тасылап жерде деп айтылды. Керемет, жарайсыздар. Үнемі деген күнделікті және Екі мезеуге болады, иә, жақсы. Тыным таппай іздеу. Үнемі дегенге қысы жазы деген сөз кездесте. Тыным таппай іздеу. Бірінші топ жауап берсеңіздер. Мәтінде не болды жауап? Мәтін қолдарыңызда бар ғой, қолданып шықсаңыздар болады. Тыным таппай іздеу. Қандай баламыз бар? Көмектесеңіз. Тыным таппай шар құрып,
Иә, керемет, сияқты. Иә, керемет, жақсы. Және бесіншісі үйдің жаны. Керемет, жарайсыздар. Келесі тапсырма. Иә, енді біз топтық жұмыс, постермен жұмыс істейтін боламыз. Бұл жерде бізде 5 сұрақ берілген. Біріншісі, әже деген кім? Бұған біз ғылыми тұрғыдан анықтамай береміз. Кәдімгі термин секілді, мысалы, әже деген деп бастап, осындай жақсы бір анықтама берсеңіздер, келесі екінші сұрақ, әжеге тән қасиеттер қандай? Оны бірінші, екінші, үшінші деп нақты түрде берсеңіздер, үшінші, шығармадағы әже бейнесі қандай? Оралхан Бөкейдің әжесі қандай? Соған, мысалы, апасының түр-түсін, жаңағы киім кию үлгісін, болмаса мінезін қалай сипаттады? Және төртінші сұрақ, абзал ана деген ұғымды қалай түсінесіздер? Және бесінші сұрағымыз, немересіне ертегі айтпаған әжеден қорқамын деген осы тұжырым айтқан ғой Бауыржан Момышұлы. Соны сіздер қалай түсіндіре аласыздар? Және де өздеріңіздің пікірлеріңізді қоса кетсеңіздер. Бірінші топ. Орындалған уақыты 3 минут. Және постерді қорғайтын боласыздар. Тапсырма бірдей бәрі. Жақсы. Уақыт есептеледі. Дайын топшы, екі студенттер қорғап, мына жақта ғылыми негіздейтін болса, ғылыми негіздеп, Бауыржан Момышұлының жаңағы керемет айтқан қанат сөзін жалғастырып, ойын жалғастырып, қай топ бастайды Қанекей алайын? Біздің бірінші топ дайын секілді. Жақсы. Ойларыңызды сосын жалғастыра кетсеңіздер болады. Жақсы, екі студент шығып қорғаса болады, мына жерге? Бірінші сұрақ бойынша әже деген кім анықтама, яғни ғылыми анықтама беру деген талап болатын. Әже деген біздің ойымызша, ғылыми анықтама бойынша, саған тікелей туыстық байланысы бар, әкенің анасы болып табылады. Екінші келесі. Немересіне ертегі айтпаған әжеден қорқамын дегенді қалай түсінеміз? Бұл Бауыржан Момышұлының сөзі. Ертегі баланың ішкі жан дүниесін байытып, ой өрісінің дамуына көмектеседі. Сондай-ақ әже бейнесіне жылы естеліктер қалдырады. Жақсы. Келесі бізде екінші сұрақ, әжеге, яғни тән қасиеттерді атап өтсеңіздер. Бірінші әже деген сөзді естігенде, екінші бізге қамқорлық елестейді, оның даналығы елестейді, және әрдайым қасынан табылатын тәрбиеші ретінде елестейді. Жақсы. Абзал ана ұғымын қалай түсінесіз? Абзал ана ол сенің қасыңнан әрдайым табылатын ақылын айтар жан. Келесі сұрақ бізде шығармадағы әже бейнесі қандай болып табылады? Ең алдымен ол мейірімді әже, ақкөңіл әже және барлық ауыл балаларының әжесі болып табылады. Жарайсыздар, қол шапалақтаңыздар. Жинаққа қолдасып, Бірінші біз әже деген ғылыми анықтама жүргенде, бұл әже деген сол өз әкесінің анасына тәжірибе, яғни өз баласынан туған бала немере болып келеді. Одан кейін немересіне ертегі айтпаған әжеден қорқамын деген Бауыржан Момышұлы айтып кеткен болатын. Ол ұшқан ия шығармасында өзінің әжесі немересіне ертегі айтпаған және де баласына әке айтпаған анадан қорқамын деген болатын. Себебі Бауыржан Момышұлы кішкентай кезінде әжесінің қолында өсіп, соның ертегілер арқылы қиялдап өскен болатын. Келесі сұрақ бізде әжеге тән қасиеттер қандай? Біздің түсінігімізде әжеге тән қасиеттер көрегенділік, даналық, мейірімділік, сыпайылық, ақпейілділік, ақжаулықты, қарапайым деген жақсы теңеулеріңіз. келесі бізде шығармадағы әже бейнесі қандай? Жалпы Оралхан Бөкейдің осы апамның астауы шығармасында әженің бейнесі өте кеңінен ашылған. Жаңа шығармада айта кеткендей, бұл Оралханның әжесі тек бір Оралханның әжесі емес, барша қазақ балаларының әжесі ретінде өте керемет ашылған. Және абзал ана ұғымын қалай түсінесіз? Жалпы ана әр баланың өміріндегі ең бірінші өте маңызды адам. Абзал ана біздің түсінігімізше, ол әрқашан баласына қамқорлық көрсетіп, әрқашан жанынан табылатын ең жанашыр адам. Тамаша, жақсы. Және тағы бір тоқталма, қыздар шындырды дайындалайын. Әже баланың әкесінің, анасының, шешесін атайтын туыстық қатынасты білдіретін атау, одан арғылары үлкен әже немесе ұлы әже деп атайды. Әулеттің ұйытқысы, сыйлы қария, ең балажан, өте нәзік, ақылшы. Келесі бізде әжеге қандай қасиеттер тән? Біз ең алдымен әже деген сөз естісек, көз алдымызға мейірімді, елестейді, одан кейін қамқор әже, ақпейілді, ақжаулықты әже деп айтамыз. Одан кейін жаңа жас ұрпаққа тәлім тәрбие беруші адам ретінде елестейді бізге.
Абзал ана ұғымын қалай түсінесіз? Абзал ана өмірдегі кері де қасиетті есім, яғни жай ғана үш әріп болғанымен сондай бір үш әріптің өзінде терең мағына жатыр. Баланың өмірде баланы қазір неше түрлі жағдай бар ғой, баласын тастап кетпей, соңына дейін бірге болып, ақтық деміне дейін баласын қараған ананы абзал ана деп атаймыз. Келесі шығармадағы әже бейнесі қандай? Біз ол жерде мейірімді әжені көреміз, балаға қарайлап жүрген қамқор абзал әжені көреміз, және де ауылдың анасы деп айтсақ болады, ауыл балаларына. Одан кейін немересіне ертегі айтып қалған әжеден қорқамын дегенді қалай түсінесіздер? Ең алдымен бұған Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя өз өмірінен алынған шығармасын мысал етіп келтірсек болады. Ол жерде ол өз әжесінің ертегілерін, шығармаларын тыңдап, ол сондай жақсы адам, жазушы, сондай қалыптасуына септігін тигізген болатын. Және де сонымен қатар Нұрдәулет Ақыштың Нағыз әже қайда деген шығармасында мысалға келтіре аламыз. Ол жерде де Райхан мен Айраның әкесі Азат өзінің қыздарының нағыз әжені іздеумен өткен болатын. Яғни ол дегеніміз бұрынғыдай кимешек киетін, балаларға ертегі айтып ұйықтататын, яғни олардың рухани жан дүниесін байытатын. Енді келесі тапсырманы көрсек, Оралхан Бөкейдің қандай шығармалары бар? Бұл жерде біз ақын және жазушылар атты әдісті қолданамыз, бірақ өзіміздің сабағымызға өңдеген болатын. Бұл жерде біз Оралхан Бөкейдің шығармаларын тізбектеп жазып шығамыз, және бұған 1 минут беріледі. Және басты шарт, мысалы бірінші топ жазылған ақындар, бірінші топта жазылған ақындар, екінші топтағылармен сәйкес келсе, ол жаңағы шығарманы алып тастап, қайтсамады, балдарды есептейтін боламыз. Ең соңында қалған қандай шығарма қайталанбады? Жақсы. Ең көп шығарма жазылу керек. Ең көп шығарма, және ол қайталанбауы керек. Оралхан Бөкейдің шығармалары. Өте жақсы. Тапсырмаға 2 минут берейін. Мектеп алданбасынан жақсы білесіздер Оралхан Бөкейдің шығармаларын. Енді дайын болсаңыздар, біз жазған шығармаларымызды оқып шықсақ, бірінші топтан бастайық. Оқи қойыңыз. Біздің жақта Сузақ, Атау Кере, Мұздау, Жалтының ағы бала, Қайрасың қасқа құлыным, Жарекер, апамның астауы, ән салады шалдар және қамшыгер. Келесі екінші топ. Әдемі. Жақсы, жылдам бірақ қыздар. Қамшыгер, үркер, мұстау, қарым, яғни әңгімелер мен повестері, құлыным менің, алдан аяққа және зымырайды повестері. Қандай шығарма қайталанды? Қамшыгер айтылған. Қамшыгер. Онда сіз тастаңыз 2 топта. Келесі. Өз отынды өшіме тұңғыш шығармасы, одан кейін Қамшыгер, Кері бұғы, Қара қыз, Атау Кере, Сайтан көпір, Құлыным менің, Жау туындағы бала. Жерде қайталанбаған қанша шығарма бар, айтсаңыздар? 7 шығарма сіздерде? Қайталанбаған шығармалар. 9 керемет, және сіздерде қанша шығарма? 7 жарайсыздар. Онда бізде 9 шығармамен екінші топ жеңіске жетті. Енді сөздерге анықтама берсек, бұл қазіргі кезде көп кездеспейтін, және де көбінесе шығармаларда келетін атаулар, мысалы астау, пима, мая, келі. Шығармада жиі кездеседі. Шығармада жиі кездеседі, бірақ біздің тұрмыста көп қолданылмайтын сөздер. Ең алдымен астау сөзіне анықтама берсеңіздер. Астау сөзі бұл қазақтағы ең киелі табақтардың бірі. Яғни құда жақ келген кезде де, құдай қонақ келген кезде ет асылып аналардың ең үлкен жақсы жарайсыздар. Екінші топ пима дегеніміз не? Пима дегеніміз қазіргі байпақ дегеннің орнына қолдансақ болады, яғни бұрын ауылдарда киген аяқ киімдер. Қай кезде келді? Қыстан. Жарайсыздар. Үшіншісі мая. Мая деген оралған шөптерді, біз оралған шөптердің жиынтығын мая деп айтамыз. Керемет, жарайсыздар. Енді келі дегенге кім жауап береді? Келі түйеге ауылда. Сіз жапырады, ноғаттарды жаңағы ұсақтап ұнтақтайтын қатты ағашты айтамыз. Жақсы, рахмет бесеңдіктеріңіз үшін. Келесі енді кері байланыс. Ең деген әдісті қолданып, 3 топ бір-бірімізге кері байланыс жасасақ, бірінші, үшінші топтан бастайық. Ең белсенді топ. Екінші топ, жарайсыздар. Екінші топ, ең жылдам жауап берген топ. Бірінші топ. Керемет. Және бірінші топ, ең жаңағы ұтымды жауап берген және де ойландырған жауаптармен көзге түскен топты айтсаңыздар. Керемет, жарайсыздар. Бірінші топ. Осымен Сабағымыз аяқталды.